алғашқы миллион теңгеңізді қалай таптыңыз? Осознание келеді ғой, миллион таптым дейші. Құтыру этапы болады, я богат деген этап болады. Сонда бизнес жасау үшін бірінші бізге талант керек па, жоқ әлде әрекет керек па? Самое прикольное, тот, кто себя ищет, в любом направлении, куда бы он ни подался, он классно зарабатывает. Өмір бақи оқи бересіз ба осылай? Ты стоишь, ты не стоишь на одном месте, ты деградируешь, назад откатываешься по отношению к миру, а мир очень сильно развивается. Миға салынған ақша, оны ешкім тартып ала алмайды. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Қош келдіңіздер өзіңе қарай бір қадам Айбара Ғазизбенен әдемі бағдарламаға. Бүгін бізде қонақта Құрмет Аубакиров. Құрмет мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Америкада қалай екен өмір? Күшті ма? Қалай болғанда да өз отанын сағынасың. Негізі өмір әлдеқайда бір қадам жақсы деуге болады. Бірақ дегенмен ұзақ уақыт жүрген кезде өзіңнің еліңді, өзіңнің жеріңді, туған топырағыңды сағынатының ол рас әлдеқайда. Сол жақта қазақ бауырларымен бас қосқан кезде осы еліміздегі жер суларымызды, тау көлдерімізді еске алып, анда-санда жылап алатындарымыз да бар. Менің білуімше, сіз отбасыңызбенен көшіп кеттіңіз, Америкаға? Енді Құдайдың сәт салғаны сол болды, адамның басы алғаны добы. Дұрыс айтасыз. Мен енді бүйтіп ойлаймын да, біздің көзімізде енді қалай енді Америка, болашақ, сондай деп ойлаймыз ғой. Как будто гости из будущего сияқты Қазақстанға бір жылда, бір 2 жылда келген кезде бір өткен шаққа оралғандай боласыз ба? Кәдімгідей дамып кеткен ба Америка? Енді бұрынғы кезде мысалға Задорновтың передачаларын көрсең, 90-шы жылғы осы Россияда выступать етіп жатқан кезіндегі Америкадағы 90-шы жылда айтып жатқан кезде қазіргі заманауи технологиялардың сол кезде болғанын айтып отырады да. Мысалға электронный весы, магнитпен жасалған андай киімдер, пикалкалар бар. Ұрлап кеткен кезде не істейтін, соның барлығын сол кезде 90-шы жылдары болғанын айтады да. Соны естіп таңғалдым, себебі бізге ол 2005 жылдардан бастап келген шығар. Сол кездерде интернет қатты дамымаған кезде шын мәнінде Америка мен Қазақстанның негізі СНГ-ның арасындағы айырмашылық бір 50 жыл болған шығар. Қазіргі таңда енді интернет дамыған, Аллаға тәуба, ондай бір үлкен айырмашылық жоқ. Енді бір қалыптасып қалған өздерінің менталитеттеріне сай бір айырмашылықтар болмаса, негізі жалпы о жақтағы адам, бұл жақтағы адам. Әркім өз күн тіршілігін көріп жатыр. О жақта да нашар тұратын адамдар бар, о жақта да бай тұратын адамдар бар. Осы жақтағы сияқты. Жалпы негізі Құрмет Аубакиров деген кезде біздің көзіміздің алдына бизнес келеді. Сізді бизнеспенен Аубакиров екеуі қатар жүретін сөздердің, слогандардың бірі болды Қазақстанда. Менің аудиториям толығымен сізді таниды, менің ұстазым ретінде, көп жағдайда мен үнемі айтып жүремін, менің ұстазым Құрмет Маратович деп үнемі айтып жүремін. Айтыңызшы, жалпы дәл қазір өзіңіздің жасап жатырған бизнесіңіз бар ма? Қазіргі таңда әрине бұл жақта да бар, ол жақта да бар деуге болады. Қазақстанда мысалға сол алдымызға қойған мақсатымыз бойынша, компанияның миссиясы бойынша, негізі компания ашылған кезде өзімнің алдыма ойлаған арман болған. Осы Қазақстаннан 10 000 адамды шетелге барып оқытсам, олар сол жақта білім алса, жұмыс жасаса, сол жақтың өмірін көрсе, мына болашақта қайтып келіп Қазақстанның өмірін мысалға біздің болашағымызды өзгертер ме еді деген ой болып, сондай бір план болып, жоспар болып, сол мақсатқа былай ант беріп, сол жолмен келе жатырмыз да. Егер қиын болса да, жақсы болса да, жаман болса да, бірақ та артқа шегінбей, сол темпімізбен осы Қазақстанда қазақтың жастарын оқуға баулып, Америкада оқуға баулып, мысалға қанша қиындықтар болды, госоргандармен, мемлекеттік органдармен қанша кикілжіңдерге келіп, отток мозгов дейді, бастар істейтін балалар шетелге кетіп жатыр деп шулайды. Ал менің ойымша, ол деген
прокачка мозгов. Себебі ол балалар шетелге барып басқа елді, басқа жерді көрмесе, оның миы қалай дамиды. Ауылдан шықпаған баланың ақылы ауласынан аспайды дейді. Ол себебі ой өрісі дамымайды, басқа жерді, елді көрмей, жерді көрмей. Сондықтан біздің енді алдымызға қойған мақсатымыздың бірі сол болған Federal Work and Study бағдарламасымен қазақтың балалары, қыздары ел көріп, жер көріп, мына өзіңді дейді салыстырған кезде өзіңнен артқа кейін тұрғандармен емес, өзіңмен бірге тұрғандармен емес, өзіңнің алдындағы тұрғандармен салыстыр дейді. Салыстыратын болсаң, қай жерге жету керекпін деп өзіңе солай қарасаң, сонда мысалға мына Өзбекстан, Қырғызстан болсын, олардың барлығы мына бұрынғы Мәскеудің станицалары, бұрынғы Совет одағының. Плюс-минус орта мөлшермен біздің мына күнкөріс жағдайларымыз бірдей. Ал енді Америка бүкіл әлемге өзін танытқан, мойындатқан ең бір лидирующая страна дейді ғой, держава. Сондықтан сол мемлекеттің танып біліп, тынысын көріп, сол мемлекетте білім алып, сол жерде жұмыс жасағаннан кейін адамның негізі бұна плюс-минус немесі өзгереді, сана сезімі өзгереді, көзқарасы өзгереді өмірге деген. Одан кейін Қазақстанға келіп жатса, ол адамдар болашақта мына еліміздің өзгеруіне үлкен ықпалын тигізеді деген үміт. Қазіргі таңда 5 жылдың ішінде 1000-нан астам адамға көмектестік. Сол жаққа Federal Work and Study бағдарламасымен барып, білім алып, сол жақта жұмыс жасап, сол жақта ой өрісін кеңейтіп, өзгеруіне ықпал етіп жатырмыз, ықпалымызды тигізіп жатырмыз. Бірақ енді алдымызға қойған мақсатымыз 10.000, әлі 9.000 адамды қалай, қанша жыл уақыт кетеді, ол енді бір Алланың қолында. 9.000 қалды десеңші. Иә, 9.000 қалды. Соған енді атсалысып жатырмыз. Енді Қазақстандағы жасап жатқан бизнесіміз сол. Ал енді ақш-қа келетін болсақ, ол жақта партнерлармен бірге қазір индустриальный город салып жатырмыз. $10 миллион проектісі. Сол жақта уже Publix, Walmart деген магазиндер салынып, заводтар салынып, үлкен индустриальный город салынып жатыр. Тағы да біреу ол жеке үйлер салу. Бакаратон деген жерде негізі мына ақшалары бар қалталы американистер, уже жастар келген, 55 үстіндегілер осадка беріп отыратын жерлер ғой, мысалы Флоридада Бакаратон деген сондай бір байлардың тұратын жері бар. Сол жерден участка алғанбыз. Сол жақта америкалық банктың финансированиясымен $2 миллион бөліп отыр. Сол жақта үлкен үй алып, салып сатуға. Және де флиппингпен айналысамыз, квартираларды алып, шаршап қалған квартиралар жақсы локацияда. Соны ремонттап, қайтадан сатуға, арендаға беруге. Тағы да ол жерде социальный адаптация деген бағдарламамыз бар. Ол енді 2019 жылдан бастап келе жатыр. СНГ-дан келген адамдарға сол жақта аэропорттан күтіп алып, үй тауып беру, жұмыс тауып беру, страховкасы бар, банк счетін ашу деген сияқты, право алуға көмектесу, кредитный историясын жасап беру деген сондай шағын шаруалармен айналысады ол компания. Және де бизнес-инкубатор ашылды. Осы бір 6 ай бұрын десек болады. Оларда біз мына сол жаққа келген, ең басты мақсат сол жаққа келген студенттердің барлығы бірдей, мысалға 90% жұмысқа бейімделу болса, бір 10-20% бизнеске бейімделу балалар болады. Сол балаларды реттеп, іріктеп, сол балаларға 2 апталық білім береміз. Оның ішінде бизнесті Америкада қалай бастап кетуін, өзінше бір білімге қолдау ғой. Иә, барлығын айтып өтеміз. Қалай компания ашу керек, өзінің банковский счетін ашу керек, қалай өзінің нишасын тауып, сонда қалай өзінің бизнесін дамыту керек екенін 2 аптаның ішінде практикасымен бірге өтеміз. 2 аптаның соңында уже бірінші клиенті бар, бірінші заказы бар, бірінші ақшасы бар. Содан кейін олар 6 айдай одан кейін өзінің бизнесін ары қарай дамытады. Өзі жеке түрде тірі қалғандары деп айтсақ болады. Соның ішінде оның ары қарай бизнес жоспарын дайындап, сол Майамида
немене қала бөлетін гранттар бар. На развитие малого и среднего бизнеса. Көп емес, енді бір 100-150 мың доллар бөледі стартап болғаннан кейін. И содан ары қарай өтіп жатса, дамып жатса, онда уже келесі этап Силиконовая долинаға барып, ол жақта бүкіл бизнесмендердің басты арманы сол Силиконовая долинаға барып бизнесін сату. Сонда бір жақсы жетістіктерге жетіп, одан үлкен инвесторлар тауып, көбінесе бір 5, 10, 20 миллион долларға дейін өздерінің бизнестарын оңай сатып жатады. Ол жақта инвестор табу, бизнесін сатып алу деген ол әлгі жақсы нәрсе де, күнделікті бар нәрсе. Қазақстанда инвестор десең, инвесторға бір как будто лоққа қараған сияқты болды, ақшасын қазір алып алатын. Себебі бізде әлі культура дамымағанда, инвестиция алып, бизнес дамыту дегенді. Ақша алып үйренгенмен алған ақшаны дамытып, ары қарай инвесторға долясын беріп, үлесін беріп, ары қарай партнерский отношенияға келуге әлі бізге білім жетпейтін сияқты. Көп қазіргі бизнесмендерге. Сондай бір бизнестермен айналысып жатырмыз. Тамаша. Мен сізге ұқсайды екен ғой, мемлекеттен берілетін қайтарымсыз гранттарды бізде тартамыз ғой. То есть біздің мемлекетімізде жаңағы өзіңіз айтып отырған малый и средний бизнесқа жақсы ақша бөледі. Әсіресе стартап жағдайындағы кәсіпкерлер өзінің алдын ала бизнесін бастап кету үшін 5-10 миллион теңге бөлінеді. Енді 20 мың доллар ғой, примерно, 10-20 мың доллар. Енді жаңағы Силиконовая долина дегеніңіз өте әдемі естілді, прям менің құлағыма жағып тұр. Біздің кәсіпкерлердің Силиконовая долинаға шығып кету мүмкіндігі бар ма? Енді қазіргі таңда келген кезде сол бір мақсатпен келдік. Майамида 5 адам бірігіп СНГ-дан өзімізше бизнес ангел болып, бизнес инкубатордың аумағында 500 мың доллардай бөліп отырмыз. Қазақстанда мына малый и средний бизнесқа, Қазақстан емес, Центральная Азия бойынша малый и средний бизнесқа, инновационный проектларға, стартаперлар, не болмаса действующий бизнесмендерге грант бөліп отырмыз да, қайтарымсыз. Ол енді отбормен жүреді. Ең біріншісі предпринимательский мышление болу керек. Оны біз тест арқылы таңдап өтеміз. Себебі адамның предпринимательский мышлениесі болмаса, ол берілген ақшаны міндетті түрде құртады. Себебі оның опыты жоқ, қалай берілген ақшаны қолдану керек екенін білмеген предпринимательға ақша беріп қажет жоқ та. Себебі әлі өмірінде ұстап көрмеген, біліп көрмеген, салып көрмеген ақшалар. Сондықтан ең бірінші критерий ол предпринимательский мышление болу керек. Екінші критерий ол видеоны неге түсіріп, өзінің бизнес туралы бейне жобасын көрсету керек. Үшінші, одан кейін бизнес план мен бизнес жоспары болу керек. Ол енді қазақстандық немелерден айырмашылығы бар, себебі оны біз Силиконовая долинаға болашақта көрсетеміз деген үмітпен. И және төртіншісі ол 15-30 минуттық спич, өзінің жобасын таныстырып өту. Соның ішінен енді біз ең инновационный дегендерін таңдап, гранттарын бөліп береміз. Және бөліп берген кезде келісім шартқа отырамыз. Келісім шарттың мына біздің интересіміз дейді ғой. Ол бөлінген ақша ол қайтарымсыз. Оны өзінің білуі бойынша, план бойынша қолданады, бірақ ай сайын отчетін тапсырып отыру керек, жасалған жұмыстар туралы. Екіншісі, ол жасалған инновационный проектісі бойынша біз правосын аламыз дейді, құқығын, право предоставления. Себебі сол проектларды біз ағылшын тілінде толыққанды аударып, фильм моделін түзеп, Америкаға қарай бейімдеп, одан кейін сол Силиконовая долинаға барып представлять етуге, көрсетуге. Өзіміздің жоспарымыз қазіргі таңда 5 Силиконовая долинадан 5 компания, 5 акселераттар тауып отырмыз. Солармен бірге жұмыс істеуге. Олар 5 миллион долларға дейін бөледі стартапқа. Яғни біздің бөліп отырған 500 мың долларымыз ол енді 5 миллион доллардың жанында 10%. Яғни 10%-ін біз егер де отырып жатса, сол
кімнің стартапы соның өзіне береміз, оны Америкаға алып келіп, бизнес инкубаторда оқытып, тоқытып жеткізіп, ары қарай Силиконовая долинаға жібереміз, 10%-ін, как маркетинговый расходы сияқты, басында 10%-ін аламыз. Одан кейін Америкадағы сол бизнесті жүргізуіне 25%да біз долясына кіріп, кураторство ретінде сол бизнестің дамуына өзіміздің көмегімізді тигіземіз. Сөйтіп, қазіргі таңда сондай бір платформа Қазақстандағы бизнесмендердің өзінің проектілерін, өзінің бизнестарын Силиконовая долинаға паш ете алады біздің платформа арқылы. Керемет, прям тамаша. Қазір мен не естіп отырмын, прям полное наставничество, былай қарап тұрсаңыз, бизнесті прям құр идея күйінде болған бизнесті қағазға түсіру арқылы, оны видео монтаждап, маркетинговый жаңағы жолдарын жасау арқылы, сонымен қатар шетелде паш ету арқылы, оның қазақ екенін сол шетелде де біледі ғой, ол қазақтың ойлап тапқан идеясы екенін. Соңында еще ол біздің кәсіпкеріміз қайтып Қазақстанға келіп, ол бизнесін әрі қарай үлкейтіп, қол астына жұмысшылар алып, біздің экономикамызды көтеруге тамаша бір мүмкіндік береді екен, керемет просто. Сондай бір үлкен жоспар. Құдай қаласа жылына 2 рет болады деген ойдамыз. Бисмилlah, прям орындалып кетсін, прям барынша пайдалы болуға тырысамыз сізге осы жолда. Жақсы, сізге қайтадан оралайық. Біз көбінесе сол сізді тану үшін негізгі эфирдің мақсаты сол. Қаншама қазақ жастары бар, қаншама қазақ жігіттері бар, қыздары бар, который өзін тұлға ретінде дамытқысы келетін, сіз олардың алдында кәдімгідей примерсіз. Шынымды айтсам, мен өзіме де кәдімгідей үлгі тұтатын тұлғалардың бірі. Болады ғой бір мынандай, как өзіңе бағыт деп аласың ғой, бағыт, менің дамуымның үстіндегі менің бағытым деп алатын адам болады ғой. Вот дәл сол сияқты біздің қазақ жастарының көбісінің алдында, мысалы сіз шығасыз, сіздің жаңағы Инстаграм қарап жүреді, жаңа айтып жатсыз өзіңізде, көшеде де танып қалып жатыр деп ше, бұның барлығы жай босқа емес деп ойлаймын. Жақсы, айтыңызшы, алғашқы 1 миллион теңгеңізді қалай таптыңыз? Алғашқы 1 миллион теңге дейсіз бе? Шын айтам бар, 1 миллион теңге таптым деп санамаппын, себебі 37 бизнесте банкрот болғаннан кейін 10 мың доллар, миллион теңгенің үсті ғой, 10 мың доллар жинап, бизнесқа апарып салып күйіп кеткен кездер болғанда. Бірақ 1 миллион теңге деп ол бизнестан табылмай, наоборот, жиналып табылған ақша болған. Маңдай термен жұмысқа кіріп, жұмыс жасап, сонда ақша жинап жүріп, түні бойы, күні бойы жұмыс жасап, өзім сондай адам болатын да, мен мысалы қарызға бизнес жасай алмаймын. Біреуден қарызға алып бизнес жасау деген, или кредитқа бизнес жасау дегенді, мысалға өзім қатты жақтыра бермеймін. Ақшаң жоқ болса, сабыр қыл да жина. Ақшаны жинастыр, қанша ақша керек, негізі бизнесте көбінесе негізі ақша емес, негізі идея керек те. Идея болса, идеяңа сай ақшалар да табылады. Ол инвесторлар өздері пайда болады, сенің идеяң жақсы екен, давай мен саған салайын, дамитын нәрсе сияқты деп. Сондай кезінде ағаларымыз да оған бастап жатқан кезде 21-22 жасымда. Енді идеялар бешеный болатын да, бітті, мынау точно 1 миллион доллар табамыз, давай істейік дегендер. Жанымда қолдаған бауырларымыз да болды сол кезде, Қорекенді айтсаңыз болып кететін шығар, давайте көмектесейік деп, жалақысыз жұмыс істегендер. За идею дейді ғой, за идею. Сөйтіп, сондай жігіттерде болды, сөйтіп бастадық. Енді 1 миллион теңгені таптым, міне ұстадым деген ондай бір немене болған жоқ. Ал енді 1 миллион долларға келсек, вот это интересный момент дейді. Вот это интересный момент. 2018 жылда, жылдың соңында біз өзіміз ақшқа кеттік. Бұлардағы IBC группты осындай бір бағдарлама ашайық деген ойда болған да жоқ негізі. Ұшып басқан кезде бір дос бала звондады, қалай Америкаға кеттің деп. Соң консультация беріп, ақыр аяғы үлкен компанияға айналды. 5 мемлекеттегі ашылған. Дубайда ашылды, Эстонияда ашылды, Европада, Қазақстанда, Америкада. Сөйтіп біртіндеп дами берді. Бұл арада миссия болды негізі адамдарға көп көмектесейін деген. Закон богатства гласит следующий: чем больше даешь, тем больше получаешь. Сондықтан көп адамдарға көмектесуге тырыстық, больше отдавание было. Адамдарға берейік, көмектесейік, оларды да болсын, олар да біз сияқты келсін, олар да біз сияқты көрсін деген сияқты сондай талпыныс болды да.
Сөйтіп басында жасап келе жаттық. Бірінші жылы 25 мың доллар болды, екінші жылы оборот 100 мың доллар болды, үшінші жылы 600 мың доллар болды. Төртінші жылға жақындаған кезде как раз коронавирус кезі болған. Границаның бәрі жабық, посольство жабық. Бірақ сол кезде бірінші 1 миллион доллар таптық. Себебі барлығы офистарын жауып, қазір ештеме істемейді деп, сотрудниктарын распускать етіп офистарды жапқан кезде, біз керісінше офиста бір адам қалдыратынбыз, бір-екі адам маскасымен, санитарный немен консультация жасайтын, егер офисқа біреу келіп қалса деген. Қалғандары бәрі удаленный консультацияда отырды. Тура айттық, енді ол өмір бақи коронавирус болмайды. Коронавирус әйтеуір бір күні бітеді. Әйтеуір бір күні граница ашылады. Сол кезде бірінші ол посольствоға кіресіздер. Енді ол кезде әбден шөлдеп қалған туристардан немеден, скорее всего, сол кезде одобрение жоғары болады. Сол үшін бірінші ол үлгіріп қалыңыздар деген посылмен шықтық. Именно сол посыл нам позволило заработать первый $1 миллион. Басында мынандай ой болатын да, бір айында бір $5 мың таба аламын ба деген. $5 мың қажет болса, $10 мың болсашы деген ой болды. Оны жазып жүретін дневник желанияға, айына $10 мың табамын деп. $10 мың шыққан кезде ойладым, мен $25 мың айына тапсам жақсы болар еді деп. Және жазып жүрдім, айына $25 мың табамын деп. $25 мың да келдік. Содан кейін Рокфеллердің немесі бар, историясы бар, 16 заповедь ма. Соның ішінде бір заповедінде айтылған, айына $50 мың, кісі басына $50 мың. $50 мыңдан жоғары табуға болады, кем табуға болмайды деген. Жақсы өмір сүру үшін деп. Оны жазып отырдық, $50 мың керек енді, Рокфеллер айтқанда. Соны $50 мың да жеттік. $50 мың тауып жатырмыз. Әлі жоқ, бірақ жазып отырсың. Мы фокусироваться ғой, біртіндеп, да, фокус. Это важная вещь. И соған жеттік. Одан кейін ойлап қоймыз, $50 мың болса, $100 мың бола ма екен деп. $100 мың көрейік, давай $100 мың деп жазайық деп. Ұялып жаздық, $100 мың тауып отырмыз деп. Бірақ $50 мың бар, $100 мың табамыз деп жазып қойдық. Енді $100 мың жету үшін ұзақ уақыт кетті. Айтып отырмын, ұзақ уақыт, именно сол $100 мың жету үшін 1,5-2 жыл уақытта кетті точно. Бірінші $100 мың табу үшін. Бірінші $100 мың табылғаннан кейін екінші $100 мың екінші айда келді. То есть цель дойти до первых $100 000. Потом вторые $100 000 зарабатываются легко. Сразу на следующий месяц. Ұят бар ма? Одан кейін жаздық $200 мың деп. 200-ге де жеттік. Одан кейін жаздық $500 мың деп. Айына $500 мың да жеттік. Сөйтіп $500-600 мың айына жауып отырдық. Яғни 2 ай сайын $1 миллион жауып отырды. Сөйтіп $3 миллион, $4 миллион дейін оборот көтерілді. Ну, естественно, заработали свой первый чистый миллион. Это вот был такой момент, где осознание келеді ғой, миллион топ, дейш. Потому что компанию мы создавали из $200 басында. $200 бастаған смарт-поинтта, андай кішкентай столик алып, оны 25 мың теңгесін столға беріп, қалғанын маркетингке салып, мастер-класс жасап бастағанбыз. И тут получается, эта компания, которая из $200 началась, выросла на $1 миллион дейін шығатын компанияға. Не то, что чистый прибыль $1 миллион шығатындай компанияға жеткен кезде негізі реально шок болдық. Ондай да болады екен деп. Но аппетит приходит во время еды. Негізі бұрында ойлайтын, $1 миллион болса, бүкіл өміріңе жетеді ғой деп. Вообще жұмыс істемей, жата берсең болатын шығар. $1 миллион деген дүниенің ақшасы ғой деп. Когда мы в Америку пошли, мы поняли, что в среднем хорошие дома стоят где-то 12 миллионов. 12 миллионов. А хорошая машина, на которой я хочу кататься, тоже стоит плюс-минус 3-4 миллиона. Я так подумал, миллиард керек-ау деп. Жоқ дегенде $100 миллион керек шығар, но что-то болмайды деп. И вот и аппетит приходит во время еды, мы начали дальше инвестировать, развиваться, и вот в этом направлении идем. Отказались от всяких брендов,
если честно, уже вначале было вот носить брендовую одежду, модно, да, там последняя модель телефона, там вот хвастаться, показывать. Там, ну, со временем все это отлегло. Мы начали больше стараться, чем чаще мы общаемся с ребятами из Кремниевой долины, Силиконовой долины, мы понимаем, что люди стесняются носить бренд. Они там, если в брендовой какой-то одежде стоят, они стараются закрывать этот бренд, чтобы, ну, люди не видели, что он понтуется, как будто вот. Это в Силиконовой Кремниевой долине это замашки бедных людей. Не богатых, а бедных людей. Да, они брендовые, да, они стоят там, простая футболка $600. Да, но фактор такой, что у него лейбл сыртында емес ішінде. То есть ішінде бар, она подкладкасында лейблы бар, бірақ это они не показывают людям. Если они показывают, это привычки бедных людей деп саналады, да? И со временем как-то Америка приучила не таскать брендовые вещи. Ну, то есть, да, дорогие, да, хорошие, да, удобные, но лейбл, чтобы особо там не выпячивал. Мы пришли к этому. Начал понимать, что, блин, ходить пешком по улицам, которые я раньше был, там жил, ходил, это как романтика. Вчера вот прошелся, думаю, блин, а когда-то же я здесь учился, а когда-то же я здесь бегал, тут самсу кушал, тут мороженое ел, мыналарға мынаны салып тастапты, ол кезде андай болып тұрған. Это такое ощущение, которое словами не передать. Керемет. Мен прям қазір не естіп отырмын, что байлық адамның ішінде адам болып қалу керек екен. Қанша ақшаң болса да, адам болып қалудан еш қашпау керек деген сияқты. Жоқ, этапы болады өзінің. Өтесің, ол этап. Эмоция ғой. Құтыру этапы болады, я богат деген этап болады, мен тыңдаңдар, мен керемет деген этап болады. Андай өзінің этапы болады, сол бір өз уақыты керек те, сол қайтадан орнына барасың. Главное, что вот андай құтырып жатқан кезде бір түрме бірдемеге не угодить, не дай бог алла сақтасын, ішіп алып біреуге отырып біреуді қағып кетіп сондай безумный Макс дегендер болды ғой. Целинныйдың алдында адамдарды қағып жүретін әкесінің байлығына дуаланып. Сол сияқты болмай, мысалға, сол уақытты сабырмен, дұғамен өткізіп, бір дұрыс өту керек те, бұл арада да дұрыс өту керек. Ары қарай уже өз орнына келеді одан кейін. То есть бағана мен бір естіген сөзім, сіз идея мықты болды дедіңіз. Идея мықты болды. Сонымен қатар миссияға қатты сендім дедіңіз, арманға сендім дедіңіз. Және менің бір такой момент түсінгенім, тура пандемия уақытында сіз үлкен тәуекелге бел буған екенсіз да. Сіз енді экстрасенс емес шығарсыз, енді алдын білетін, иә? Но сіз прям просчитали, или как это было? Просто почувствовали? Қалай болды осы жер? Ну, очень просто. Кризис. Это же был кризис, пандемия, эпидемия, это кризис. Кризис всегда убирает из рынка дилетантов. Яғни, мысалға, кризис кезінде, мысалға, андай ауыр болған кезде, байқасаңыздар, денсаулығы нашар, қарамаған адамдар осы коронавирус кезінде қайтып кетті. Сильный адамдар ғана қалды да, денсаулығы нашар, сондай адамдардың бәрі көп қайтып кетті. Сол сияқты бизнеста да кризис кезінде на рынок дейді, на подъеме, когда идет, он ошибки прощает. Егер бір нәрсені дұрыс есептемесең де, просто поток денег большой, так рынок на волне роста и ары қарай жақсы жүріп отыр. Ал кризис кезінде он испытывает все компании. И те компании, у которых бизнес-процессы были не налажены, были большие расходы, были не выстроены главные, ну, то есть показатели, ол компаниялар кәдімгіше попадать етеді, потому что үлкен расходтан шыға алмай қалады. Үлкен бір чистилище болды ғой, сонда. Да, у нас все расходы были привязаны к продажам. То есть меньше продажи, сразу расходы меньше. Больше продажи, расходы, соответственно, растут. Да. И вот мы к этому очень сильно привязались. И когда все закрывались, я понимал, что бүкіл компания қазір реклама, таргет ештеме қоймайды. Яғни мен қазір қойсам, у меня цена лида была дешевле. И охват был большой. И, соответственно, я начал больше зарабатывать. То есть больше людей начали узнавать. И у меня такое было предвзятое мнение, когда все наставники, все говорили, вот сейчас эпидемия, надо закрываться, уйти в онлайн.
Я понимал, что уйти в онлайн, да, это решение, дистанционно обслуживать это решение, но в то же время было такое, не надо убегать от эпицентра взрыва, надо туда бежать. Либо ты умрешь там, либо ты сверхсилу возьмешь. Болады ғой андай аспаннан бір метеорит түсті. Кинолардағыдай ма? Иә, сол метеориттен қашпайсың взрывтан, а наоборот сол жаққа барасың да, либо сорадан бір сверхсила алып шығасың, который тебя сделает нереально крутым, либо сорада бірден болды, сорада өлесің. Ну, то есть сондай тәуекелге бару да, мысалға. Тамаша. Прям темірді қызғанда соқ дегендей әңгіме болды ғой. Тәуекелге бардық та, яғни екі нәрседе дейді, негізі божественный сила бар дейді. Біреуі сабырда, сабыр еткен кезде Аллаға сыйынасың да, Алладан сұрайсың сабыр қылған кезде. Терпение дейді ғой. Екіншісі ол тәуекелге барған кезде, рискқа барған кезде. Ты не знаешь, что это будет ашағында. Сондықтан Алладан сұрайсың да, екі нәрседе божественный сила бар дейді. Сондықтан сол тәуекелге барып, барлығы жабылып жатқан кезде керісінше расход начали увеличивать мы. Начали больше оплачивать үйдегі дистанционно отырған адамдарға, больше начали платить, больше начали их обучать и прокачивать. И оно дало свои плоды. Когда мы не были компанией номер один до этого момента, да, до пандемии, после пандемии мы действительно стали лидерами рынка. Нас догнать было уже невозможно. Қазақстанда. Керемет. Мен уже қазір екеуміз сөйлесіп отырғалы бері сіздің сөздеріңіздің арасынан 15 рет обучение деген сөз естідім да. Уже санап отырмын, примерно 15 рет сіз обучение дегенді айттыңыз. Сіздің бір сөзіңіз бар, что сіз вечный студентсіз, да? Өмір бақи оқи бересіз бе осылай? Оқығанда ол қалай болады? Бизнесте үнемі оқу керек па сонда әлде? Қалай бұл? Өз заңды оқыма? Енді мир меняется, давайте так. Мир меняется, и люди должны меняться. Бұрынғы кезде мысалға ең басында бастар істеп кеткендер мектептен кетіп математика мұғалімдері бір жерден Қытайдан тауар алып, мысалға Қазақстанға сатып, анан тауар алып үстіне қосып, мысалға сөйтіп жұмыс жасап, базар аралап кеткен кездер болған. Они хорошо зарабатывали, их называли коммерсантами. До этого их называли спекулянтами, если я не ошибаюсь. Он біртін келе ол бизнесмен деп атала бастады, предприниматель, бизнесмен. Но фактор такой, что ол кезде бір қатты білім керек жоқ болатын да. Егер де сен есеп қисабын білсең, болды, қосу алуды білсең, болды, сол жеткілікті болатын. Себебі адамға келесің, міне базарда тұрады, өзі келеді, да, мынау қанша тұрады дейді, саудаласып сатып алатын да. Келе-келе саудаласу деген нәрсе тоқтады. Байқасаңыз, қазір ешкім мысалға магнумға барып, сен саудаласа алмайсың, 1 килограмм қантты арзанырақ бер деп. Бағасы жазылып тұрады, қай баға жазылған, сол бағамен аласың. Оның бір өзінің историясы бар, ол қалай сондай неге келген. В Америке было придумано, один парень не хотел рассказывать, сколько это стоит, он просто написал везде, что стоит, и люди начали так покупать. И енді одан кейін бизнес тағы да өзгерді де, қазір енді одан кейін маркетингтің кезі келді. Маркетинг дамып жатыр, адамдарға просто покупать товар недостаточно. Им нужны больше эмоции, зачем он покупает, смысл там должен быть, да. Это другой этап. И вот в этом этапе ты постоянно должен развиваться, учиться. Это не базар, где ты стоишь просто, әкеңмен келісіп алып, бір контейнер алып, колбасын жақтан колбасалар алып қойды, соны сатып тұрған емес. Это уже что-то такое, продукт ума. Как правильно преподносить, как правильно найти свою целевую аудиторию, что он хочет, как он хочет, какие эмоции вызывают его при покупке или нельзя. Это все надо изучать. Мир развивается. Бизнес развивается, продажи, преподношение, все развивается. Буквально 20 лет тому назад были дисковые телефоны. Да. Потом были вот эти радиотелефоны, потом перешли это в GSM стандарт, потом перешли это Nokia N-Gazwold. Nokia тоже нету, он не хотел развиваться, он не хотел расти, сейчас Nokia нету. А потом превратил это Samsung, да, он поддержал, развивается. Потом iPhone. Постоянное развитие. И сейчас iPhone стал лидером рынка. Да, то есть iPhone это сейчас не просто стало элементом лакшери жизни, а реально он заходит в обиход, да, күнделікті өмірдің адамдар барлығы iPhone, iPad деген нәрселерді қолданатын болды. Бұрында для красоты болса, қазір қолданатын. И
По отношению, егер де сен дамымасаң, по отношению к тебе әлем тосып тұрмайды, мынау оқымай жатыр екен, тосып алайық деп. Мир-то все равно развивается. Тот момент, когда ты не учишься, ты деградируешь по отношению к миру. Мир тебя не ждет, мынау оқымайды, қазір демалып жатыр екен, бізде тоса тұрайық деп, ана үлкен корпорациялар сені тосып тұрмайды, қазір демалып аласың деп. Ты стоишь, ты не стоишь на одном месте, ты деградируешь, назад откатываешься по отношению к миру, а мир очень сильно развивается. Уже вышли искусственные интеллекты, уже вышли собаки-гуманоиды. Первые гуманоиды уже в Америке есть с искусственным интеллектом. Дом, который решает тебя впустить домой или нет, тебя определяет твое поведение. Это то, что Казахстан еще не видел. Это все уже есть, и все это вот буквально через 5-10 лет будет. Будут роботы дома ходить, они будут дома убираться, стирать, разговаривать. Плюс-минус даже, может, дойдет, что он женщину заменит или мужчину заменит. И это вот все вот уже идет. Это не что-то заоблачное там, из сказки, из фильмов. Нет, это буквально 5-10 лет. У каждого дома будет не вот этот робот-пылесос, который бегает, а конкретно вот в человеческом обличии робот-гуманоид, который будет с тобой общаться на одном интеллектуальном уровне и выполнять те приказы, которые ты ставишь. И это все развитие идет. А тот момент, когда ты не учишься, да, люди даже, Абай жолын не читали. Да, не то, чтобы я не говорю, там, мастер Маргаританы оқып деп отқан жоқпын. Қазақтарға қазақтың штом Абай жолын оқыса, сол да үлкен бір білімде түсіну үшін қазақтың қайдан шыққанын, қазақтың қазақ екенін түсіну үшін. Оны да оқымаған, Абайдың қара сөздерін оқымаған адамдар бар да. Оны жол жауып қоя салған, маған қажет не деп. Вот там есть истинные знания о его происхождении, кто ты. Например, қазақ болсаң. Қазақты таныдың келсе Абайды таны дейді. Шәкәрімді таны дейді. Сондықтан приходится вечно обучаться, чтобы не отставать. Честно, я не любил никогда учиться, но в 30 лет я понял, что каждое полученное знание сразу конвертируется в деньги. Но зависит, в каком направлении ты получаешь знания. Это очень важно. Направление, в котором ты получаешь знания, определяет твое будущее. Яғни сіз бизнес саласында жүргеннен кейін үнемі бизнесте білім алдыңыз. Бизнес-развитие, у меня наставники, я потратил около $50 000 чисто вот на развитие бизнеса, на обучение, на тренинги. Отсюда летать в Турцию, получать знания, это чуть дешевле. Вот с Атлантического океана через Америку прилетать в Турцию и изучать 4 дня и обратно улететь в Америку, это дороже. Но там были знания, которые мне нужны. Я постоянно не жалею деньги на учебу, на знания. Как и моя супруга, как и я, не жалеем деньги, если это касается знаний наших или наших детей. Потому что без знаний ты гарантированно будешь бедным. А со знанием, если знания есть, то есть шанс быть богатым. Онор де Бальзак деген француздың немнесі бар, писателя. Вот он такую фразу говорил. Тот, кто ищет миллионы, редко их находит. А тот, кто их не ищет, не находит их никогда. А миллионы это за знаниями находятся. Ең құрмағанда іздеңдер десеңізші. Ең құрғанда, дұрыс айтасыз. Жақсы. Дәл осы жерде сіз бағанан бері бизнесмен деп жатырсыз, сонда кәсіпкерлер қайда қалды дейміз? Сонда кәсіпкер мен бизнесмен екеуі екі түрлі адам ба, жоқ әлде екеуі бір адам ба? Менің ойымдағы нәрсемен алсақ, бизнесмен деген ол өзінің жұмысын оргструктура арқылы делегировать етіп үйренген, өзінің уақытын дұрыс үнемді пайдаланатын адамдарды бизнесмен деп айтамын да. Ал кәсіпкер деген предприниматель болса, это человек предприимчивый, но жадный. И он пытается все делать сам. У него лозунг такой: если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. У него такой жадина он такой. Он сам пытается все сделать, с клиентами наладить, таргетированную рекламу. Жадный емес, может, кішкене экономдағысы келеді. Как экономдаған? То есть он экономит свои деньги во вред своему времени. Он, да, экономит свои деньги, но как он экономит? Вот смотрите. Предприниматель пытается сам настроить таргетированную рекламу. Как он настроит? Профессионал лучше же настроит. И, естественно, у этого профессионала лучшая настройка, лучшие клиенты, больше заработок. А он настроит хуже,
как попало, как получится, и пока он этому научится, это время. Ну, например, те же самые операторские съемки. Предприниматель, наверное, скорее всего, сам притащит свою камеру, сам там все это включит, сюда сядет и будет откладываться будет. Но это потеря времени. А потом еще монтаж его делать. А он сам делает и монтаж, и сам разговаривает, и сам сидит, сам ведет, сам с клиентами разговаривает. То есть все сам делает. Я их называю осьминогами. Многорукий, многоног дейді ғой. Осьминогтар сияқты барлығын өзі істегісі келеді де. Но нужно понимать, что все ты не можешь успеть сделать хорошо. Все сделать хорошо не получится. Получится что-то одно делать хорошо. Но все хорошо сделать, ну, не хватит времени. И у него же, у человека, одного человека ограниченное время. 24 сағат бар. А когда он становится бизнесменом и научится делегировать, нанимать лучших специалистов и им платить достойную заработную плату, и вместе с ними зарабатывать с рынка, экономя свое время и тратя свой как бы ресурс на то, что у него лучше всех получается. Нужно определить Богом данный талант, что у тебя лучше всех получается. Остальное делегируй. Это не означает не знай, это нужно знания иметь. Но лучше найми лучшего человека в этой отрасли, отдай ему доверься ему, и пускай он это сделает лучшим образом. Если у него не получится, то не надо его ругать и сказать, что ты плохой. Надо сказать, что это ты возложил на него такие обязательства, которые он не оправдал. И вот это твоя вина, что ты не того человека взял. Это вот бизнесмен всегда признает, когда какие-то проблемы есть, что это все-таки его вина, что он не взял ни того управляющего, ни того там ропа, ни того бухгалтера и так далее. Он не бежит к бухгалтеру, вот ты виноват, ты виноват. Он понимает, что этот бухгалтер там появился, если бухгалтер плохой, потому что он его брал. Управляющий плохой, он не бежит на управляющего орать. Ну, управляющий все, что мог, он это и сделал. А то, что ты такого плохого управляющего взял, это твоя вина, что ты не доглядел. И то, что он не оправдал твои надежды. Да? Потом и там обязанности, которые ты на него возлагал. Так что у бизнесмена чуть-чуть другие проблемы, над которыми он думает. Это создание команды, это поиск там, ниши, это там, развитие стратегии компании. Вот. Жалғыз қасқырдың заманы бітті дейсіз ғой. Қазіргі уақытта командамен жүру керек қой, иә? Вот. И это не только мои слова, да? Вот смотрите, раньше, помните, было Жан-Клод Ван Дам, Арнольд Шварценеггер, Рокки Бальбо, там Джет Ли, Джеки Чан, которые біреу келетінде бүкіл қаланы қырып, бандиттардың бәрін соғып, сабап, барлығын босатып, одинокий воин болатын да? И мы все хотели так быть. Ван Дам сияқты секіріп тепкіміз келетін, шпагатқа отырып, Арнольд Шварценеггер сияқты качок болғымыз келетін. Это вот в детстве все переболели этим. Қазіргі кезде, если вы заметили, ондай кино жоқ. Одинокий бірақ барлығын қырып салып келетін. Қазіргі кезде команда бар. Марвелда команда бар. Андай өзінің Фьюри деген директоры бар. Сосын разные способности бар, разные адамдар бар. Біреу көзбен атады, біреу ұшады, біреу там жел ұстайды, біреу тез жүгіреді, біреу болашаққа барып болашақты көріп келеді деген сияқты. Разные. То есть командада әртүрлі адамдар бар да. Это вот то же самое, если ты в команду набираешь хорошего управляющего, продажника. У кого-то суперсила продавать, у кого-то суперсила управлять, у кого-то суперсила классно снимать, у кого-то суперсила, там, я не знаю, считать деньги, аналитику. И ты вот так собираешь вокруг себя суперкоманду. И с этой суперкомандой спасаешь, вносишь мир. Ну, либо бизнес, да. То есть бизнесте ең басты моменттердің бірі бұл команда және мықты управляющий. Мықты управляющий менен команда болса, бірге жұмыс жасау мүмкіндігі өте жоғары. Және жаңа айтып жатсыз ғой, нарықтан алу керек ақшаны деп. Нарықтан ақшаны алу үшін міндетті түрде бірінші команда қажет, иә? Конечно, ну команда, которая это понимает. Просто есть люди, которые в команде, есть люди, иногда бывает, ты нанимаешь человека, он не стремится с рынка собирать, а сидит, ждет у тебя зарплату.
То есть результат он никакой не дает. В 9 часов свое тело на работу приносит. В 6 вечера свое тело с работы забирает. Никакой не дает отдачи. С рынка вместе с тобой зарабатывать не собирается. И потом 30 күннен кейін бетіңе қарап отырады. Бізде ана зарплата бола ма деп. Продажа жоқ болса қайдағы зарплата? Сен ойлайсың десең ренжіп қалады. А он, допустим, это руководитель отдела продаж. Бір айдың ішінде түк істемейді, командамен жұмыс жасамайды, команданы отдел продаж нанимать етпейді, не работает с командой, не прокачивает, планы не ставит, все это не делает. Потом в конце месяца говорит, бізде зарплата бола ма? Откуда эта зарплата болады, если ты не продавал? То есть, если ты план не выполнял. И вот такие люди есть. Қазіргі кезге дейін сондай адамдар бар. Қандай сұрақ та, мен енді әйел адаммын ғой, шәкіртіңіз болғандықтан, мен де енді бизнес жасаймын деп жыбырлап жүрген жайым бар. Ал ер адамның бизнесте істеген дүниесін әйел адам жасай алады ма? Спорный вопрос. Спорный вопрос. Неліктен? Себебі әйел адамның суперспособности бір бөлек, ер адамның суперспособности Алла тағала берген ол бөлек. Суперспособность деген мысалға ер адам стрессоустойчивый келеді. Әйел адамнан қарағанда. Әйел адамға мысалға ғана сенде жұмыс істейтін осындай отделдің бастығы сен жамандап жатыр екен, бүйтіп жатыр екен десе, сразу барып бет жыртысып ұрсады да, сен неғып бүйтіп айттың, маған сөйтіп айттың деген өсекке де ілесіп кете береді де. Ал ер адамдар көбінесе ондай нәрсеге көп мән бермейді. Стрессоустойчивый болады, көп айта бермейді, өзінің ішінде ұстайды. Байқайсыздар ма, мысалға ер адамдар бизнесінде қандай бір проблема болса да, айғайлап, ұрсып, жылап, еңіреп, сөйтіп жүрмейді. Үндемей жүрді, сосын бір күн қайтып кете салады болды. Ешқандай үндемей жүрді, сосын бір күні ойбай больницаға түсіп қалыпты дейді, не болды десе, жүрегінде инфаркт ұстапты дейді. Сосын тағы да біраз уақыттан кейін тыңдасаң, қайтып кетіп тұр дейді, болды. Стрессті өзінің капитет жүреді, сосын жүрегі стресс ұстап қалады да, суық ұстап қалады да, сосын болды қайтып кете береді. Әйел адамдар болса, стресс устойчивости төменде, бірден болса, деп айғайлап, атылып, жылап, это вредит бизнесу. Потому что бизнес это жесткий холодный расчет. Это четко цифры, это четко понимание ведения людей. И ты как владелец бизнеса не можешь показывать свою слабость. Но иногда мудрые женщины умудряются свою слабость как силу показывать. Но это уметь надо, да? Эта мудрость приходит годами. Но в то же время у женщины тоже есть суперсила. Высокий болевой порог. Если бы такую же боль перенес мужчина, как женщина переносит при родах, мужчина бы умер. Он не то, что при родах укол салсаң жылап жататын немелер бар, зубныйға бармай ойбай тісімді ауырады, бүйтеді, сөйтеді. Так что у женщины своя суперсила, у мужчины своя суперсила. Но это не означает, что женщина не может как работать мужчина, а мужчина не может как женщина. Если женщина надевает штаны, то мужчине приходится надевать юбку. Куда денется? Да, если он не зарабатывает, ну, пускай одевает юбку тогда. И сидит дома, пока жена зарабатывает. И вот здесь нужно понимать, что может ли женщина быть успешной в бизнесе, если окружать себя мужчинами, скорее всего, да. Если смотреть Ангела Меркель, рядом одни мужчины окружают. Многих бизнес-женщин, бизнес-вумен окружает много мужчин. Именно помощников, которые помогают в бизнесе и так далее. То есть очень много мужчин. Даже прямой помощник, да, зачастую женщина выбирает не девушек, а часто мужчин, которые вот такие серьезные вопросы решают. И вот этот вот самый основной стресс на них заходит, а до нее доходят уже хорошие вещи. Ну, это нужно уметь команду выстроить и выбрать в команду таких людей, в которые ты можешь довериться. А доверие стоит очень дорого. Доверие настолько дорого стоит, что денег не хватит. То есть невозможно за деньги купить доверие. Либо он есть, либо нет. Если он кто-то твое доверие не оправдал, один раз разбилась чашка, его собрать можно, склеить, но это уже не будет то доверие, которое было раньше. И вот собрать
именно вокруг себя людей, которые тебя сподвигивают на большие достижения, верят в тебя и вкладываются в тебя. Вот собрать такую командообразование и их доверие не подвести, вот это главное в бизнесе. Керемет, мен мына нәрсені естідім да қазір, енді осы жерде менде сразу сұрақ туып тұр да, сонда бизнес жасау үшін бірінші бізге талант керек па, жоқ әлде әрекет керек па? То есть мен бағанан бері естіп отырмын, әрекет, кішкене білім, әрекет и дұрыс адамдар, дұрыс команда, ал талант ше? Қаншама талантты жандар бар ғой. Ну, теперь касательно таланта. Это другой момент. Смотрите, я, например, могу ли я стать художником, как Пикассо, как вы думаете? Или могу ли я стать хорошим футболистом, как Рональдо? Или Лионель Месси? Ну, наверное, родиться надо. Не, если я буду упорно 99% трудиться, Осы направление, прям упорно, күнде таңнан кешке дейін доп бола берсем, если я найму кучу тренеров, они будут меня обучать, я буду смотреть тактику Лионеля Месси, как он играет, Рональдоның тактикаларын қарап, күнде изучать етіп, тоқтамай изучать етіп, мысалға, если я буду 10 тысяч часов проведу, то я приближусь. Если еще 10 тысяч, где-то рядышком буду, еще 10 тысяч, может быть, как они будут играть. Но это нужно упорный труд. Талант 1%, 99% это труд, упорство. Талант 1%. А все остальное это упорный труд. Если ты в этом мире есть, то ты уже талантлив. То есть ты талантливый человек, талантлив во всем. То есть человек в этот мир приходит, и Всевышний его создает с определенным талантом. Но мало кто этот талант раскрывает. Но талантливый человек талантлив во всем. Куда бы ты его ни поставил, если он проявляет упорство, и у него есть четкий фокус, он рано или поздно добьется того, что он хочет. Но дойдя до финиша, будет ли он счастлив, это другой вопрос. Я знаю очень многих людей, которые очень богатые, но глубоко несчастливы. Они богатые. Ну, богатые, я имею в виду людей, которые за $1 миллиард и выше. То есть не миллион, а миллиард. Вот миллиард и выше я считаю богатым. И вот глубоко несчастливы. Да, миллиард есть. Но лучше иметь миллиард и быть несчастливым, да, чем не иметь миллиард и быть несчастливым. И счастливым, да. Счастье за деньги не покупается, это нужно понимать. А теперь смотри. Но если был бы у меня этот талант, хотя бы 1%, то мне нужно было бы мало стараться в этом направлении. Мне не нужно было 10 часов. Я чуть-чуть сделал, сразу результат. Чуть-чуть что-то сделал, сразу результат. Понимаешь? Когда талант есть, Богом данный талант, когда ты определяешь, ты вот понимаешь, по этому таланту начинаешь двигаться, ты делаешь чуть-чуть усилия, а выхлоп большой. Потому что у тебя талант есть, дар есть. А этого дара, когда нету, вот знаешь, люди что делают? Біреудің бизнесін қарайды да, мен де осы сияқты бизнес жасағым келеді дейді. Но это, она жасап жатқан адамда хорошо получается, потому что, возможно, этот человек понял Богом данный талант. И он по этому таланту это делает, и у него шикарно получается. А тот открывает такой же бизнес, пытается что-то делать, у него не получается, потому что это не его талант. Это не его дар. И ему нужно в 1000 раз больше усилий вкладывать, чтобы как тот бизнесмен быть, который открыл. Тот чуть-чуть что-то делает, вроде бы постоянно отдыхает, ничего капец как не работает. Пару встреч, пару движений делает, у него хорошие счета, там все хорошо. Через пару лет уже долларовый миллионер. А тот один прям вкалывает, день и ночь работает. Именно в том же направлении, тот же бизнес, тот же ниша. Работает, бір өнбейді ана бизнес. Это не потому, что оно қарғап жіберді, потому что это не его Богом данный талант. Сіздің бір сабағыңыздан мен естігем осы нәрсені. Әлсіз жағы болады адамның, және күшті жағы болады деген. Есіме салсаңыз икигай. Икигай деген бір тақырып өткен болатынбыз. Кішкене айтып өтіңізші осы жөнінде. Ну, Богом данный талант как определить дейді? Ол японский понятие икигай. Он плюс-минус тестами определяет схожий твои Богом данный талант, который, возможно, может быть. Икигай – это стиль жизни, да? Служение. И вот это нужно понимать, кто это, да, то есть что это.
Ну, это можно прогуглить, посмотреть. Это целый курс у нас, где мы за счет теста прям выявляем у человека внутренний Богом данный талант. Ну, этот момент, когда он определит это, у него в жизни все пройдет намного легче, намного быстрее, он классно развивается, у него все круто получается. Но пока он это не определил и не нашел, он всегда будет находиться в поиске. Да, кстати, я недавно узнал, что предназначением человека может быть оставаться всю жизнь в поиске своего предназначения. Ой, Алла. Такое предназначение тоже, оказывается, бывает. Өмір бақи өзіңді іздеп кетесің ба? Өмір бақи өзін іздеп жүретін. И таппай кетесің еще. Нет, самое прикольное, тот, кто всегда себя ищет, Ага. в любом направлении, куда бы он ни подался, он классно зарабатывает. Керемет. Он вот занимается одним, например, там, электричеством, потом он занимается, пиво продает, хорошо получается, потом он идет там, еще совсем другое направление, картошка, сельское хозяйство, хорошо идет, потом он идет, другим занимается, хорошо, по концу у Тиньков, Олег Тиньков, кажется, вот он плюс-минус такой человек, он постоянно себя ищет, и он так хорошо ищет, что в любом направлении, он говорит, жизнь коротка, я постоянно ищу в себя. Мне скучно в одном месте находиться. И в какую бы отрасль он бизнеса не зашел, везде был успех. Везде он зарабатывал. И вот это человек, который всегда себя ищет. Үнемі тәуекелде жүретін адам десеңші. И Керемет. вот он так зарабатывает. Құрметті мырза, айтыңызшы, вот сіз өзіңізді еще тәлімгер ретінде позиционировать етесіз, инвестор ретінде позиционировать етесіз. Қаншама шәкірттер тәрбиелеп, Алла разы болсын, иә, қаншамыз оқып, көзіміз ашылып, кәдімгідей өзіміздің кішігірім болса да кәсібімізді дөңгелетіп жатқан жайымыз бар қазіргі таңда. Кейбір шәкірттеріңіз тіпті шәкірт тәрбиелеп жатқан дәрежеге жетіп жатыр ғой қазір, иә. Барлық осы сіздің алдыңыздан өткен шәкірттер болсын, мүлдем өзін іздеп жүрген адамдардың ішінде де үнемі іште бір қорқыныш бар. Содан бір күмән деген нәрсе бар, болмаса деп болса болып. Вот осы нәрсе сізде бар ма? Қорқыныш пен күмән деген нәрсе сізде бар ма? Ол әр адамда бар қасиет, ол адамда туа бітілген қасиет шығар, күмәндану деген. Бірақ күмәнмен бірге Шыңғыс ханның мынандай бір сөзі бар. Қорықсаң жасама, жасасаң қорықпа деген. Алдын ала отырып ойланып толғанып алу керек. Не жасаймын, не істеймін. Күмән қай кезде кетеді? Сомнение ғой, күмән деген. Сомнение, она ближе к страху. А страх стоит за незнанием. Білімсіздік. Қайтадан келіп білімге келіп тірелдік қой. Түбі білім алу керек болып тұр ғой. Түбі білім алу керек. Егер де сен білімің бар болса, сен оны мысалға бір адамдар келіп бүйтіп сұрайды, мен бизнес жасасам бола ма деп. $10,000 бар еді дейді, соған бір бизнес жасайын деп едім. Сол қандай бизнес жасаса болады, қалай ойлайсыз дейді. Негізі бизнес жасасам бола ма дейді. Мен айтамын да, саған бизнес жасауға болмайды деп. Неге дейді. Я говорю, если бы ты хотел, и у тебя были знания, ты бы у меня не спрашивал, ты просто делал бы. То есть, если бы ты это знал, как делать, ты бы не приходил ко мне, бизнес сейчас сам был, ты бы сделал бы бизнес и пришел бы с вопросом, у меня в этом бизнесе это не идет, как это сделать? Если ты приходишь с вопросом, можно ли мне бизнес сделать, начиная там с какой-то суммы, тебе нельзя делать, у тебя знаний нет. То есть вот сомнение, күмән туралы. Страх стоит всегда за незнанием. Білімі бар болса, ол қорықпайды, ол смело жүреді. И каждая вещь в жизни должна появляться 3 раза. 1 раз в голове, но 2 раз на бумаге. Вот когда он на бумаге появляется, күмән исчезает. Это же білім. Білімнің арқасында сен оны қағаз ретінде барлығын план ретінде жүйе. Ты вот помогаешь людям. По бизнес-плану, по финмодели полностью. И он уже четко видит, как он, сколько вложит, сколько куда потратит. Полностью он, когда все это видит, прочитает, и у него в голове это нормально присело, он думает, ладно, все, вот так. И уж қандай күмәнді болмайды, толық жасай алатын біледі. Вот это на бумаге. И только потом в жизни. А көп адамдар ойлайды да, осылай істеймін деп. Содан кейін баста кетеді де, орта жолда күмәнға келеді. Болмай қалса қайтем, уже қанша ақша салып тастадым деп. И он не знает, дальше надо вкладывать
или все-таки пора остановиться. Мгм. А иногда некоторые люди, знаешь, вот так вот, не зная, вкладывать, не вкладывать, лет 3-4 вкладывают. Еще большие деньги, заходят в большие долги, кредиты, шыға алмайтын косякқа кіріп, қазір шығады, қазір жүріп кетеді. Мгм. И в финале находится в таком косяке. Екінші олай бизнес құрсын дейтіндер сол қатардан ғой. Во, жақындамайтын болды. Иә, бизнесін құрсын бүйтіп бастаған. Жақсы. Әдемі бір әңгіме болды. Кішкене қорытындылай кетсек, бұл жердегі әңгіменің соңы, түбі, түйіні, айтады ғой, әрбір кез келген әңгіменің бір тобықтай түйіні бар деп. Түйіні оқуға келіп тірелді ғой. Үнемі оқудың үстінде. Құрметті оқырмандар, тал бесіктен жер бесікке кіргенше білім ал деген саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың айтқан сөзі бар. Дәл қазір біз осы сөздің прям дәлелі ретінде құрмет Маратовичпен сөйлесе келе түбінде білім алу керектігінің маңыздылығын түсіндік. Құрмет Маратович, айтыңызшы оқырмандарға өзіңіздің бір жылы лебізіңізді, қандай да бір айтады ғой, кеңесіңізді, осы білім алу жолында күмәнданып жүрген, білімге күмәнданып жүрген, қорқып жүрген сондай оқырмандар бар ғой бізді қарап отырған. Сол кісілерге бір-екі ауыз сөзіңіз өзіңізден. Енді білімге күмәндану деген өте бір андай глупый нәрсе деп санаймын. Бірақ сөздің шыны керек, білімнің қажет екенін өз басым 30 жасымда түсіндім. Себебі мектепте бірәгі беспен оқитын балалардың қатарында болмағанмын, себебі бағаға оқу деген нәрсені түсінбейтінмін. Одан кейін бір университетте бір керемет сабақ оқыдым деп айта алмаймын, көбінесе активист болдым, толыққанды студенттік өмір сүріп жүрдік, организатор болдық, студенттік совет, правком, судсовет, маслихат деген немелерде казгуда ат жабысып, досрочный выборы президента ойбай шапқылап жүрдік, сондай бір немеде болдық, кезеңде болдық. Ал егерде енді білімге келсек, мына қайта бизнес ашып күйіп кете бергеннен кейін, біраз уақыттан кейін ойландым да, бұл неғып менде жүрмейді деп. Енді басқа адамда бір 2-3 бизнестен кейін бизнестер жүріп жатады. Мен енді 10 жылдың ішінде 38 бизнесті ашып жауып тастадым. Ойлаймын да, мысалы, мен какой-то не дом ба, или неге Алла тағала маған ондай бір қасиет бермеді ме? Енді бірақ каждый раз опыт алып жатырмын. Ондай опытты мысалы ақшаға сатып алу мүмкін емес. Сол менің көрген білгенімді ақшаға сатып алу мүмкін емес. Сол көрген білгенімді Алла қаласа осы жақын уақытта кітабым шығады. Ключ к старту деген. Сол кітапта сол бүкіл опытымды жинап, толықтай түйінін жазып қойдым сонда. Білем, бизнес саласында оқып, пособие ретінде, настольный книга ретінде жасадым да, начинающий предпринимательдарға. Действующий начинающий предпринимательдарға. Яғни сол кезден бастап, оқығаннан бастап, сол бизнес саласында әр алған білімімді бірден қолдана отырып, ақшаға айналдырып отырдым. Сол кезде түсіндім, алынған білім табылған ақшаға тең екенін. Одан кейін екінші нәрсе, не нәрсені болсын адамнан ұрлап алуға болады. Машинасы жанып кетеді, үйі өртеніп кетуі мүмкін, айфонын жоғалтып алуы мүмкін, кошелегін ұрлап кетуі мүмкін. Ал ақша бөлініп, миға салынған ақша, оны ешкім тартып алмайды. Миыңа салынған ақша, инвестиция болу, оны ешкім сені тартып алмайды. Берілді ме, болды, қайтып шықпайды. Мәңгі бақи өзіңмен қалады. Ол өзіңмен. Білімге сен бір-ақ рет сөйлейсің де, бірақ алынған білімді өмір бақи қолданасың. Бір-ақ рет сөйлеп, өмір бақи қолданасың. Оны ешкім сені тартып алмайды. Бірақ ең жақсысы, салынған $1 $1000 болып шығады. Егерде саған ақша печатать машина керек болса, онда басыңды прокачивай. Салынған любой $1 $1000 болып шығады. Гарантированно. Керемет. Где можно свои деньги, айталы, куда можно вложить, чтобы деньги хорошо инвестировать? В голову. Басында миыңа сал. Миыңа салынған ақша гарантированно түбінде сен доход қалып келеді. 100%. Да, у каждого свой период. Кому-то понадобится год, кому-то 2, кому-то 5. Мектептегі сияқты ғой, әркімнің білім алудың әркім әртүрлі өзінің скоростымен оқиды. Сол сияқты. Біреу 1 жылға, біреу 1 жылдың ішінде тез түсініп кетіп жатады. Біреуге 4 жыл керек, біреуге 10 жыл керек. Бірақ постоянно оқып жатсаң, постоянно дамып отырсаң, онда түбінде бәрібір
өзіңнің қойған мақсаттарыңа іштейсің. Рахмет. Бүгінгі эфирді осы менен бір жақсы сөзбен аяқтағым келіп тұр. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай атамыз айтқандай, өзіңе қарай бір қадам жасашы. Яғни бойыңдағы талантыңды тап та өз бизнесіңді баста дегім келеді. Сіздер бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болсын.